Құрметті достар, менің есімім Перизат Садуақас. Мен кітап оқығанды өте жақсы көрем. Сондықтан қазіргі жаһандық ақпараттық қоғамның қалыптасуы және әлеуметтік өзгерістердің дамуы тұсында кітап оқу өте маңызды деп санаймын. Кітап оқу ақпарат пен білімді меңгерудің, мәдениеттілік деңгейін арттырудың шешуші тетіктерінің бірі. Сондықтан ол жан-жақты қолдауды қажет етеді. Мен кітап оқу қоғамның интеллектуалдық және мәдени қарымын сақтаудың басты құралы ғана емес, ол тұтас ұлттың мәдени жадысы деп санаймын. Бүгінде кітап оқудың рөлі мен оған деген қызығушылықтың төмендеуі қоғамның рухани және экономикалық дамуында ұлттық мәселе ретінде толық қарастырылып отырған жоқ. Қазір басқа мемлекеттердегі секілді Қазақстанда да кітап оқуға қызығушылық біршама төмендеді. Бұл әлеуметтік мәселенің ауқымдылығы оқу мәдениетінің жүйелі дағдарысын көрсетеді. Бұған телевидение, мультимедиа салалары, әлеуметтік желілер мен интернеттің қарқынды дамуы ықпал етіп отыр. Сондықтан жаппай кітап оқуды әлеуметтік және ұлттық басымдықтың бірі ретінде жаңғырту және дамыту қоғамдық түйткілді мәселелерді шешуге ықпал етеді деп санаймын. Осыған орай кітап оқу мәселесін ашық алаңда сіздермен бірге талқылауға және маған дауыс беруге шақырам. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.